керемет хорындок жасаймыз. Ол үшін бір жұмыртқа, сүт, қант, спасский таяқшалары, разрыхитель, тұз, сосиска және ұн қажет. Ең алдымен жұмыртқа саламыз. Одан кейін үстіне тұз бен қант салып, жақсылап араластырамыз. Оны араластырып болғаннан соң, оның үстіне қопсатқыш саламыз. Аз-аздан салып отырып, жақсылап араластырамыз. Осы шпажка таяқшаларымен сосискиді түйреміз. Міне осылай стақанға құйып алдым. Міне осылай кіргіземіз да. Міне осындай дәмді де тәтті хорындогымыз пісті.